Мен Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің 2-ші курс құрылыс бөлім студенті Закир Мирамбек. Қазір мен сіздерге бөлменің салыстырмалы ауа ылғалдылығын анықтауды көрсетемін. Ол үшін бізге бөлме термометрі, мата және салқын су қажет болады. Алдымен біз бөлменің құрғақ ауа температурасын жазып аламыз. Ол біздің қазіргі таңда термометрдің көрсетіп тұрған температурасы, яғни 26 градус. Оны алдымен біз тақтаға жазып көрсетейін. Бөлме температурасын біз Т деп белгілейміз. Яғни Т1 тең 26 градус. Бөлменің құрғақ ауа температурасын анықтағаннан кейін бөлменің ылғалды ауа температурасын анықтайтын боламыз. Бөлменің ылғалды ауа температурасын анықтау үшін біз мына матаны салқын суға батырамыз. Матамыз суға батырылғаннан кейін біз термометрдің спиртті сұйықтығына басамыз. Біраз уақыттан кейін термометр бағанының төмендегенін бақылауға болады. Яғни қазіргі таңда термометр бағаны 22 градусты көрсетіп тұрды. Оны да жазып аламыз. 2 тең 22 градус. Біздің бөлмеміздің ылғалды ауа температурасы 22 градусты құрап отыр. Келесі біз психометрлік кестеге мән береміз. Психометрлік кестеде біздің қазіргі ауа температурамыз, яғни 26 градус бір бағанда көрсетілген. Ал екінші бағанда құрғақ ауа мен ылғалды ауаның айырымының көрсеткіштері берілген. Енді біз құрғақ ауа мен ылғалды ауаның айырымының көрсеткішін анықтаймыз. Құрғақ ауа бізде 26 градусты құрайды. Одан ылғалды ауа 22 градусты азайтамыз. Бізде 4 градус пайда болады. Ол 4 градуспен біздің құрғақ ауа температурасы 26 градустың тоғысқан жерінде біздің бөлменің салыстырмалы ауа ылғалдылығы көрсетілген, яғни 90%. Осы видеода мен сіздерге өз бөлмемнің салыстырмалы ауа ылғалдылығын анықтап көрсеттім. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің 2-ші курс студенті Жүнісбекова Меруерт Мадиярқызы физика пәніне байланысты үй жағдайында ауаның салыстырмалы ылғалдылығын қалай анықтау керектігін үйренетін боламыз. Бізге бөлменің жылулығы немесе салқындығын өлшейтін құрал термометр, ақ дәке және су қажет болады. Және осылардың нәтижесін біз өзіміздің парамызға жазып аламыз. Ендігі бұл жерде термометр біздің бөлмеміздің жылулығын көрсетіп тұр. Бұл жерде плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Мінекей. Енді оны жазып аламыз. Сол ақтакені алып суға саламыз. Және оны термометріміздің өлшейтін жеріне бастырып қоямыз. Мінекей. Және 10-15 минут күтеміз. 15 минут өтті. Біздің термометр 20 санына түсті. Оны да жазып аламыз. Келесі қадамымызды енді психрометр кестесі арқылы жүргізетін боламыз. Психрометр кестесіне салу үшін ең алдымен бөлме температурасынан дымқылдық температурасын азайтатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бөлме температурасынан дымқылдық температурасын азайт. Енді осы шыққан санмен бастапқы бөлме температурасын психрометр кестесінен табамыз және олардың қиылысқан жері жауабы болады. Достар, көріп тұрғандарыңыздай жауабы 69 саны шықты психрометр кестесінен. Осылай ендігі үй жағдайында ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтай алатынымызды білдік. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.